Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді сочный қамыры жыртылмайтын манты дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Пиязымызды турап болған соң, бір сәбізімізді алып, 4 бұрышты етіп, кубиктап, жақсылап турап шығамыз. Барлығын турап болған соң, пиязымызды бөлек ыдысқа салып, бетіне азырақ тұзымызды салып, суы шыққанша жақсылап мыжып аламыз. Егер пиязын мыжып алсақ, мантымыз дәмді болып, сочный болып пісетін болады. Ең оның үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Барлығын салып болған соң, тартылған етімізді саламыз. Оның үстіне тұз себеміз, қара бұрыш себеміз, қалауларыңызша дәмдеуіштерді себе бересіздер. Сұйық май құямыз. Егер сіздердің фарштарыңыз майлы болатын болса, сұйық май құюдың қажеті жоқ. Бір бокал су құямыз. Су, сүт те құюға болады. Енді барлығын қосып болған соң, араластырып, жақсылап бір-біріне тұз бұрыштары сіңгенше араластырып аламыз. Қолдың көмегімен мыжып, жақсылап араластырамыз. Егер менің осы каналымды көріп отырсаңыз, ютубтан шығып қалған болса, міндетті түрде соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Енді ішіндегі салмасын дайындап болған соң, қамырына кірісеміз. Өзімізге керекті мөлшерде суымызды қойып, тұз салып, ұнымызды еліктен өткізіп, жақсылап қатты қылмай, жұмсақ қылмай, орташа етіп қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минут демалған қамырымызды ыдысымыздан шығарып, өзімізге керекті етіп, ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Менде осындай 3 бөлікке бөлдім, 3 зуала шықты. Зуаламызды тағы да 10 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, әдемілеп, домалақ қылып жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды, жайылып болған қамырымызды осылай видеодағыдай етіп қойып, кесіп, турап шығамыз. Енді түйіліп дайын болған мантыларымызды мантоварканың табасына майымызды жағып, барлығын қойып, оның үстіне тағы да майымызды жағамыз да суымызды қайнатып, мантымызды 45 минуттың ішінде пісіріп аламыз.
барлығына жақсылап майымызды жағып шығуымыз керек, жабысып қалмау үшін. Міне біздің мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыз.